Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге мишутка деп аталатын торттың рецептісін бөлісемін. Менің каналымда тек қана торттар емес, салаттардың да рецептілері бар. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, жаңадан шыққан рецепттерді көру үшін. Ал енді біз осы торттың жасалу жолына кірісейік. Ең алдымен бізге ұнымыз қажет болады. Үлкен ыдысқа саламыз. Және салқын сары май қажет болады. Сары майымызды теркадан өткізіп аламыз. Сөйтіп қолымызбен жақсылап араластырып, крошка жасап шығамыз. Крошкамыз дайын болғаннан кейін үстіне қантымызды саламыз, бір араластырып жібереміз. Оның үстіне қаймағымызды және жұмыртқаның сары уызын ғана саламыз. 4 жұмыртқаның сары уызы. Енді осыларды жақсылап араластырамыз. Өте тығыз тесто шығады. Қолымызбен де илеген кезде қатты күшті қажет етеді. Міне осындай қатты қамыр пайда болды. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін домалақтап, бетін жауып, салафанмен морозильникке саламыз. Енді бетіне ақ уызын жасау үшін біз жұмыртқаның ақ уызы мен лимонный кислотаны қосып, үстіне қантты бөліп отырып салып араластырамыз. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Енді кремін жасаймыз. Крем өте қарапайым және оп-оңай. Сгущенка мен сары май, яғни маргарин. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді морозильниктен бір қамырымызды шығарып, терка арқылы өткізіп аламыз. Терка арқылы өткізгеннен кейін осылай формаға қойып жайып шығамыз. Бетінен сәл ғана басып шығатын боламыз. Енді меренгаларымызды үстінен орналастырамыз. Меренганы тым жақын орналастыруға болмайды. Піскен кезде ол жайылатын болады. Үстіне мен жаңғақ сеуіп шықтым. Енді екіншісін жасап аламыз. Дәл біріншідегідей жасап шығатын боламыз. Бірінші қамырымызды үгітіп аламыз. Бір басып, үстіне меренгамызды орналастырамыз. Үшіншісінде тура осылай жасап аламыз. Әрқайсысын 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Мен 150 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алдым. Енді әркім газдарыңызға қарайсыздар, соған байланысты пісіріп аласыздар. Достар, менің каналымда осындай рулеттің рецептісі бар. Сол жаққа кіріп, неше түрлі рецептілерді көрсеңіздер болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне тортымыз дайын болды. Енді корждарын жинаймыз. Әр коржға кремімізді жағып шығамыз осылай.
Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте нежный әрі дәмді болып шықты. Ас болсын. Сіздермен болған Айдана.